lesson 7 page 14 pupils book. 7-ші сабақ 14-ші бет pupils book. Exercise 1 read and complete. Оқимыз және толықтырамыз. Яғни мында бізге back to school деген проект берілген. Сол проект бойынша Гүлнар өзі туралы айтып берген, соны оқып, мына жердегі сөйлемдерді толықтырамыз. Ал солай болса, бірінші оқып шығайық. I'm Гүлнар and I'm 9 years old. Мен Гүлнармын, мен 9 жасындамын. Today is Monday. Бүгін дүйсенбі. The 1st of September. Қыркүйектің 1-і. It's my first day in the 4th grade. Бұл менің 4-ші сыныптағы бірінші күнім. My favorite school subject is ICT. I like using the computer. Менің мектептегі сүйікті пәнім информатика. Мен компьютер қолданғанды жақсы көрем. My new teacher is Miss Sharipova. Менің жаңа мұғалімім Miss Sharipova ханым дейді. My friends are Asel and Dana. We sometimes go to school together. Менің достарым Asel мен Dana. Біз кейде бірге мектепке барамыз дейді. Сол бойынша сөйлемдерді толықтырамыз. Gulnar is 9 years old. Today is the first day of September. She's in the 4th grade. Her favorite school subject is ICT. Her friends are Asel and Dana екен. Келесі екінші аттау tell the class. Классқа енді өзіңіз туралы айтасыз. How old are you? Жасыңыз қаншада? Мысалы, I'm 10 деп жауап беруге болады. Жасым 10-да, немесе I'm 9, 9-да болса. What day is it today? Бүгін қандай күн? Яғни аптаның қайсы күні екенін айтасыздар. Бұл тапсырманы қай күн жасап тұрса, сол күн айтасыздар. Мысалы, it's Tuesday. Which grade are you in at school? Мектепте қай сыныпта оқисың? I'm in the 4th grade. 4-ші сыныпта оқимын. Who is your new teacher? Сенің жаңа мұғалімің кім? Miss Аязова. Немесе my new teacher is Miss Аязова деп айтуға болады. Өзіңіздің апайыңыздың фамилиясын жазасыз. Miss дейсіз, одан кейін фамилиясын. Which is your favorite school subject? Why? Сенің сүйікті мектеп пәнің қайсы? Неліктен дейді. My favorite subject is art because I can draw pictures. Менің сүйікті сабағым сурет, өйткені мен сурет сала аламын. Who are your friends? Сенің достарың кім? My friends are Rosa and Сезім. Өзіңіздің достарыңыздың атын жазып кетесіз. Үшінші аттау do a back to school project presented to the class. Енді сізде мына проект берілген. Гүлнар жасаған проект сияқты осындай проект жасап өзіңіз классқа көрсетуіңіз керек екен. Мысалы, осындай жасап кетуге болады. I'm Layla, I'm 10 years old. Жаңағы екінші жаттығуда жауап берген сұрақтарға қарай енді мәтіндер құрастырамыз. I'm Layla, I'm 10 years old. Today is Tuesday, the 5th of September. I'm in the 4th grade. Мысалы, менің есімім Лейла, мен 10 жастамын. Бүгін сейсенбі, қыркүйектің 5-і, мен 4-ші сыныпта оқимын. My favorite school subject is art. I like drawing pictures. Менің сүйікті мектеп пәнім сурет, мен сурет салғанды ұнатамын. My new teacher is Аязова. Менің жаңа мұғалім Аязова, немесе Miss Аязова деп жазуымыз керек. My friends are Rosa and Сезім. We often go to school together. Менің достарым Роза және Сезім. Біз әдетте мектепке бірге барамыз. Біз жиі мектепке бірге барамыз. Тура осылай етіп, өздеріңізге қарай өзгертіп, жасап шықсаңыздар болады. Осымен бұл беттің тапсырмалары аяқталды. Сау болыңыздар.